Біраз қақа болайын деп тұр ғой жота. Бағасы 147 мың теңгеге. Компаниямыздың ішіндегі құпия десем де болады. Біз өзімізге бәсекелес ретінде санамаймыз. 300 мың, миллион 500 мың просмотр жинап тастасақ та деп. Есімім Ислам болады. Хани компаниясының Астана қаласы бойынша директорымын. Хани қашан ашылды? Бұрын. Жалпы біздің Хани компаниясы 2016 жылы негізі қаланған. Негізін қалаушы Шакабаев Нариман деген мырза және оның жұбайы Сыздықова Алия ханым. Жалпы Қазақстан бойынша қазіргі таңда 40-тан астам филиалдарымыз бар. Және айта кететін болсақ, 500-ден астам адам бізде жұмыспен қамтылған. Кондитерлік өнімдер нарығында бәсекелестік өте жоғары. Ханиді басқаларынан ерекшелейтін дүние не? Жалпы Қазақстанда кондитерлік өнімдерді шығаратын компанияларды біз өзімізге бәсекелес ретінде санамаймыз. Өйткені олар да біз сияқты халыққа таза, пайдалы өнім ұсынады. Халықтың игілігі үшін жұмыс жасап жүрген компаниялармен жарысудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Және де бізді басқалардан ерекшелейтін біздің тәттілердің, торттардың дәмі негізі шынымен де ерекше. Оны өздеріңіз дәмін татып көрсеңіздер ғана түсіне аласыздар деп ойлаймын. Дүкендер желісі кеңейген сайын сапаны сақтап қалу мен бақылау қиынға соғатыны бар. Көптеген дүкендер желісін басқаруда бұл қаншалықты қиын, сапаны қалай бақылайсыздар? Жалпы енді біздің филиалдар көбейген сайын өнімнің сапасын сақтап қалу және оны бақылауды үлкен бір жұмыстарды талап етеді. Бірақ біздің енді өнімдер бір цехтан шығарылғаннан кейін ол жердегі жұмыс жасап жатқан біздің кондитерлер бұрыннан келе жатқан біздің кондитерлеріміз. Олар өздерінің жұмыстарын біледі толықтай. Сол цехта пісіріледі заттардың барлығы, сосын барлық нүктелерімізге таратылады. Сондықтан сапасына бір қатты әсер етеді деп ойламаймыз әзірге. Елімізде ғана емес, жалпы әлемде адамдардың талғамы сәт сайын өзгеріп отырады. Сол секілді Қазақстан нарығында тәтті тұтынушылардың кондитерлік талғамы қалай өзгеріп жатыр? Жалпы тәттілерді әр адам әртүрлі қабылдайды. Бірақ біз енді өзіміздің қонақтарымыз үшін, тұтынушыларымыз үшін барынша сапалы тәттілерді ұсынуға тырысамыз және белгілі бір уақытта жаңа бір өнімдерді ойлап тауып шығаруға әрекет жасаймыз. Бизнес үнемі даму үстінде, өзгеріс жасау үстінде болып тұрады. Қазіргі кезде қандай жаңа өнімдер немесе қызметтер енгізуді жоспарлап отырсыздар? Жалпы бізде алдағы уақытта өзгерістер болады бұйырса. Ол өзіміздің компаниямыздың ішіндегі құпия десем де болады. Ал қонақтар үшін де, біз өзіміздің қонақтарымыз үшін де жаңа бір қызмет түрлерін бұйырса енгіземіз. Оны алдағы уақытта көре жатарсыздар. Жалпы жаңа локация мен нарықты біз қалай таңдаймыз? Біздің өзіміздің арнайы командамыз бар. Сол командамен бірге отырып жиналыс жасап, сол жерде барлығы ақылдасылады. Және таңдап жатқан локацияға толықтай анализ жасалады. Сосын барып біз сол жерден өзіміздің нүктені ашу-ашпау жөнінде шешім шығарамыз. Ең көп торт сатылған күн және қанша торт? Жалпы бізде ең көп торт сатылатын күн ретінде ол 8 наурыз. Сол күнде бізде өте көп торт сатылады. Және тарихымызда бізде Хани компаниясының тарихында бір күнде 6847 торт сатылған. Ең қымбат торт қаншаға сатылды? Ең қымбат торт ол бір қонағымыздың арнайы тапсырысы бойынша осы биылғы жылдың маусым айында сатылды. Бағасы 147 мың теңгеге.